товар келді бүгін. Әжептәуір около 40-50 килограмм. Ішінде күшті қызық нәрселер бар. Бірге ашып көрейік. Я знаю, что вы распаковки любите. Мынаның ішінде не жоқ, достар, вы себе не представляете. Видеоның соңында міндетті түрде қанша килограмм болғанын, барлығына салмағына қанша төлегенді айтып беретін болам. Бірінші зат, мына қырқып жібердім. Помните, мен осы көрсеткен болатын балаларыма заказ бердім деп. Келді, қараңыздар, мынау Даниялға, мына екеуі Батырхан мен Арсенге садикке жылы болып киіп жүреді. Смотрите, какие они клевые! Қараңыздар, какая красота! Батырханның аяғына тура шапшақ келді. Кішкене бұрыш балам. Енді, вообще, мына қараңыздар. Садикке киенгем. Мына Данчиктікі қараңыздар, размері тура келді. Вообще, әдемі садикте как раз киетін аяқ киім жоқ. Ертең беріп жіберемін. Красота, красота! Келесі зат. Мен бұлардың ішінде не бар екенін өзім де білмеймін. Так что для меня это сюрприз, так же, как и для вас. Человек-паук носки. Арсенге и Батырханға 2 комплект шығардым. Сапасын қараңыздар. Сапасы вообще зор күшті. Бәрі Человек-паук осындай әдемі. Так, келесі зат. Это все так легко открывается. Келесі зат. Ой. Это терка для сыра. Бұны мен Каспиге сатуға алғам. Әрі жеңіл, әрі үстінен жақсы қоюға болады. И еще әдемі бұлар. Мынандай коробочкада келді. Вот такие терки, смотрите. Өзінің насадкасы бар, жауып қоятын. В основном сырға қолданады, бірақ любой нәрсеге қолдана беруге болады. Прям качествосы күшті екен, темірден жасалған. Қараңыздар, не тяп-ляп, не пластмасса. Основательно істелген, прям күшті. Келесі зат. Пижама Человек-паук. Біздің балалар Человека-паука обожают. Батырханға садикке пижама. Осылай әдемлеп салып жіберіпті. Качествосы мен уже көріп тұрмын. Тамаша. Кәдімгі трикотаж. Смотрите, с каким рисунком. Садикке беріп жіберем. Қараңыздар, бәрі күшті болып тұрам. Айнаш бала? Айнал. Размері де и не, прям трикотажы күшті, қатты қалың да емес, жұқа да емес. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой? Вот, пожалуйста. Келесі, қараңыздар. Бұл да Каспиге темір қамырды былай бөлетін. Кулинарияда таптырмас зат. Бұны да Каспиға қоям. Мен күшті 1688-де магазин тауып алдым. Оптовый завод еще заттарым бар. Мынандай жаңағы терка сырда сол магазиннан, мынау да сол магазиннан өзімнің оқушыларымен бөлісемін. Соның бәрімен қараңыздаршы жақыннан. Прям безвесный бітіп жүр. Осыны на продажу қоям. Так, это тоже на продажу. Дәл сол магазиннен. Каспиде силиконовые перчатки осындай. Духовканың ішінен противень шығарған кезде бұлай ұстап шығарады. Мына сапасы өте күшті. Қараңыздар. Ашин андай арзан резина емес, прям күшті силикон. Так, следующий. Осылай орап жіберіпті. Так, бұл не екен? Ой. Это подарочные пакетики.
Бұл клиенттің заказы осындай 2 размерде келді. Ішіне подарок салып жаңа жылға сатады. Қараңыздар. Тоже жақсы сапада. Распаковка істеу оңай деп кім айтты? Так, это у нас двойка. Батырханға заказ берген. Әди қалғын капюшонмен двойка заказ берген. Қазір кигізіп көрсетемін. Қараңыздар, міне. Сапасы өте жақсы. Алдында қалтасы бар, артында капюшоны бар. Осындай әдемі күшті двойка. Да, рэп айт. Батырхан, рэп. Кішкентай. Посмотрим, интересно, что там есть. Это для яиц мен заказ берген. Жұмыртқаға. Тоже Каспиге. Мынандай жұмыртқаның жылтолығын алатын. Очень хорошая, нужная вещь на кухне. Келесі. Человек-паук. Двойкалар Арсенге и Батырханға. Мне қараңыздар. Тура шапшақ болды. Костюмы 20 ростовка алғам. Аяқ киімі, костюмы прям күшті. Айнал балам. Молодец. Ішінде пижамасы бар, сол үшін кішкене андай болып тұр. Пижамасы кигіземіз ертең садикке, бер қара. Балам, бер қара. Прям красочный, өте әдемі. Батырхан қызыл цвет жарасады. Бұны да Каспиге саламын. Осындай силиконовые лопаточки. Кухняға керек. Так, бұлардың бәрі мен ойлағандай, по-моему, клиенттің заказдары келді. Крупный клиенттің заказдары болған. Осындай тарақтар на продажу. Науда на продажу клиентке. Науда клиенттің заказдары. Так, келесі. Айттым ғой, мен өзім ұмытып қалдым, не заказ берген. Бұл жерде 2 трико Батырханға. Садикке кейін біреу серый, біреу қара. Міне қараңыздар. Осындай трико. Сапасы вообще күшті, мықты енді, айта алмайым. Качествосы, тканінің сапасы. Ішінде подкладын қараңыздар қандай. Не, тігістері, никакой торчащий нитки жоқ. Осындайдың қарасының серый комплект қылып алдым міне. Келесі клиенттің заказы. Осындай әдемі, ажурный. Алдын көрсеткен болатын, бұлар менде болған. Осындай ажурные косметички. Келесі ол осындай сито для муки. Қараңыздар. Сырты стеклянный сияқты істелген. Өте әдемі, тоже на продажу. Келесі тоже заказ. Бұл жерде банные сумки. Андай баняға ұстайтын. Әртүрлі түсте. Келесі бұл да клиенттің заказы. Бұл да клиенттің заказы. Мынандай профессиональный филировкаға қайшылар и обычный қайшылар. На сапасы өте тамаша, вообще күшті сапада. Так, следующий. Осындай косметичкалар, әдемі косметичкалар. Разные. Біреуін ашып көрсетейін. Өте әдемі бар. Қандай.
Так, мына жерде де банные сумки большие. Екі түсте. Сапасы вообще керемет. Мен бұл магазинмен уже 1 жыл болды істеп жүргеніме. Постоянно бір магазиннен заказ берем. Всегда сапасы күшті болып келеді. Что-то крупненькое. Кім айтты распаковка жасау оңай деп. Кім айтты сауда істеу оңай деп. Ақша істеу оңай деп. Осылай қыздар болады. Так. Бұл короче, бұның барлығы новогодние сумочкидің ішіндегі наполнениясы. Лентасы бармай. Мынандай ленточкаларды сумочкаларға орайсыздар былай. Это на Новый год. И мынандай открыткалармен қараңыздар. Әдемі осындай открыткалармен. И ішіне мынандай мишура толтырып қоясыздар. Сонымен әдем бола қалады. Мен суретін обязательно вложу, и то қалай болатын. Өйткені бұндар клиенттің заты, мен бұны істемеймін қазір. Так, жаңа мынау шықты ғой, мынаның ішін бәрі толтыратын лентасы, открыткасы. Соның сумочкалар мынандай. Қараңыздар, вообще сапасы күшті болып келді. 3 размерден, біреу, екеу, еще есть самый маленький, вот такой вот. Осының ішін бәріне мынандайды толтырамыз, лентаны ораймыз, открытканы саламыз. Біреуін ашып көрсетемін қазір. Осындай подарочный пакетик.